Сәлем достар! Менің ойымша, Пепси бүкіл әлемдегі миллиондаған адамдардың ең танымал және сүйікті алкогольсіз сусындардың бірі болып табылады. Және оны планетаның ең шалғай бұрышында да сатып алуға болады. Мұның барлығы оның жағымды, қуаттандырғышының және сергітетін тәтті дәмнің арқасында. Егер 100 жылдан астам уақыт бойы өңдірілген барлық Пепси бөтелкеге құйылып, бір қатарға қойылса, ол жерді 4500 рет орап алуы мүмкін. Бұл туралы ойланыңыз және өндірістің осы алып ауқымын елестетіңіз. Ал бұл көрсеткіш күн сайын өсіп келеді. Pepsi-Cola жайлы тәуліктеп айтуға болады. Өйткені компанияның тарихы саясат, драматургия, банкротқа ұшырау, Coca-Cola мен қатты бәсекелестік секілді сан алуан оқиғаларға толы. Көптің көңілінен шығып, сүйіктісіне айналуға апарар жол жеңіл болмады. Жетістік бұл белгілі бір нүкте емес, үнемі алға жылжу, қозғалыс деп айтады. Достар, 120 жылға созылған бұл оқиғаның барысы мен нарықтағы ең үздік тауар аталу үшін компания нені бастан кешкені туралы бүгін біз әңгімелейтін боламыз. Бұл тамаша сусынның өмірге келу оқиғасы өте қызықты, әрі өзгеше. Бірақ мені әрдайым бізді қоршап тұрған миллиардтаған империяны кім ойлап тапты? Ол ой бірінші кімнің басына келді? Ең бастысы адамдар өз армандарын шындыққа қалай айналдырды деген сұрақ қызықтыратын. Өйткені жақсы ойлардың көбісі тек қағазда ғана жазылып та жатты ғой. Бұл видеоны көргеннен кейін Pepsi-Cola сіздер үшін тек танымал логотип қана емес, ол жайлы біраз қызықты ақпараттар білетін боласыз. Ал біз сіздермен сонау 1867 жылға шегінейік. Тап осы жылы 1867 жылдың 27 мамырында солтүстік Каролинада Калеб Дэвис Брэдхэм есімді жігіт өмірге келеді. Оның жастық шағы жайлы ақпарат өте аз. Университетті аяқтағаннан кейін ол Мэриленд медициналық мектебінде оқиды. Ол қатты дәрігер болғысы келеді. Оқи жүріп, шағын дәріханада фармацевт болып жұмыс жасайды. Өкінішке орай, отбасындағы қаржы тапшылығы Калебқа оқуды тастап үйге оралуға мәжбүрлейді. Бұдан кейін ол біраз уақыт сабақ береді. Алайда оны медицина саласы тарта береді. Ол біраз ақша жинап, 30 жылдары Нью-Берна орталығынан жеке дәріханасын ашады. Бұл қазір бар болғаны 27 000 адам қоныстаған шағын қалашық. 1798 жылдан бастап Америка құрама штаттарында сода фонтандары деп аталатын сәнге айналды. Бұл газдалған сода құйылатын арнайы қондырғылар болды. Заманауи дизайндағы мұндай машиналар фастфуд мейрамханаларында орнатылды. 19 ғасырдың аяғында мұндай машина Брэдхэмнің дәріханасында орналасты. Оның мекемесіне адамдар тек дәрі-дәрмек үшін емес, ол кезде үйреншікті әдетке айналған кездейсоқ әңгімелесу үшін де келетін. Бұл жерде жаңа Берн тұрғындары газдалған сусындарды ішу кезінде бірнеше сағат бойы отыруды және джукпостты тыңдауды ұнататын. 1893 жылы Калеб Брэдхэм шырындардың, дәмдеуіштердің және сироптардың әртүрлі комбинацияларымен тәжірибе жасай бастайды. Оның тұтынушыларына ванильден, сирек эфир майларынан және кола жаңғағы сығындысынан жасалған дәмдер ұнады. Газдалған сусын Брэд сусынның авторының атымен аталған. Бұл алкогольсіз ешқандай наркотикалық қоспасы жоқ сол уақыттағы фармацевттер қолданатын сусын еді. Сусын Pepsi-Cola деп аталды деген тұжырым бар. Бұл сусынның құрамына енген пепсиннің құрметіне дейді көбісі. Бірақ бұл нақты емес. Басқа нұсқаға сәйкес, бұл атау Калеб Брэдхэмнің ас қорытудың бұзылуына, яғни депрессияға арналған сиропты қолдану туралы куәлігінен шыққан. 1898 жылы фармацевт өзінің сусынының атын Брэд сусынынан Pepsi-Cola деп өзгертті. Нақ осы кезде аталған сөз тіркесі пайда болады. Шығарушының ойынша, сусын дұрыс ас қорытуға әсер етіп, арнайы фермент сипатында болу керек болды. Ғажайып сироп жайлы хабар бүкіл қалаға тарап, жүздеген адамдар сатып алуға келе бастады. Тіпті кейін келе үлкен кезекке тұру басталды. Калеб өзі де мұндай ілгерілеуді күтпеген болатын. Ал касса күн сайын өсе бастады. Әрине, көршілес дәріханадағы фармацевттер осы сиропты қайталап жасап көруге әрекет етті.
Алайда ешқайсысы тап осындай қылып жасай алмады. Осылайша сусын күн артынан күн, апта артынан апта өтіп, туған қаласында ғана емес, сыртқа да таныла бастады. Ал бір жыл өткеннен кейін туған штатының шекарасынан тыс та асып кетті. Тәтті газдалған сусын керемет танымал болып, 1903 жылы Бретхэм оны сауда белгісі ретінде тіркеуге шешім қабылдады. Осы жылы Бретхэм сол уақыттағы танымал жарыс жүргізушісі Берни Отфилді басшылыққа алып, өзінің алғашқы жарнамасын шығарады. Нақтырақ айтқанда, ол жақсы сергітетін және нығайтатын сусын ретінде таныстырылады. Осыдан кейін Пепсидің сатылымы жылына шамамен 80 000 литрге дейін жетеді. Сұраныстың артқан соншалық сусынды сақтап та үлгермейтіндей дәрежеге жетеді. Сол шақта Бретхэмнің басына сусынды шыны бөтелкеге құйып сату туралы ой келеді. Солай етсе, сақтау ұзағырақ болады деп ойлайды ол. Бұл пішінде сода ақштың 24 штатына тарады. Ол бірден дүкен сөрелерінен сатылып кетіп жатты. Ал адамдар осы бір ғажайып сусынның дәмін көру үшін ұзын сонар кезекке тұрды. Жас компанияның жұмысы 1923 жылға дейін қарқынды дамыды. Алайда, бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы қант бағасының күрт өсуіне байланысты, Пепси компаниясы қатты шығынға ұшырайды. Алдыда екі таңдау тұрды. Бірінші кәсіпорын жұмысын тоқтату болса, екінші нұсқа Пепсидің бағасын шарықтатып сату. Әрі ол жылдары қантпен үлкен мәселе болды. Қантты басқа затпен алмастыруға тырысқанмен, нәтиже көңілдегідей шықпады. Соғыс аяқталғаннан кейін де қанттың бағасы шарықтап өсе берді. Бірақ Бретхэм сонда да оны сатып алып отырды. Сонда да қалт-құлт етіп тұрған кәсіпорынды ұстап қалу жетістікке әкелмеді. Айта кетейік, Бретхэм сусынның құрамын қатты жасырын ұстайды. Ешкім оның құрамын білмейді. Ал өндіру түсінуге қиындық тудыратын жолмен жасалды. Алайда, дағдарыс өз дегенін жасайды. Банкрот жайлы ресми тіркелу үшін Бретхэмге сусынның құрамы жайлы құпияны ашуға тура келеді. Тіпті оны сотта айтуға міндеттелді. Жетістікке жету бастапқыда жеңіл болмады. Калеб өз компаниясын өте төмен сомада сатылымға қоюға мәжбүр болады. Жай ғана өзіне өмір сүруге бірдеңе қалу үшін. Пепси-коланың негізін салушы, әкесімен байланысын үзу осылай жүзеге асты. Сол жылы компания белгісіз миллионер басқарған Craven Holding Corporation'ге бар жоғы $30 000 сатылады. Алайда 8 жылдан кейін компания тағы да шығынға ұшырап, үшінші қожайынның қолына өтеді. Pepsi брендін сатылымға небәрі $10 000 қояды. Бұл жолғы директор кондитерлік фирманың президенті Чарльз Гуд болып тағайындалады. Оның қырағы басшылығымен Pepsi толықтай дизайнын ауыстырып, өте батыл маркетинг қадам жасайды. Бұл қадам оның 30-шы жылдардағы ұлы дағдарыс кезінде аяққа нық тұруына көмектеседі. Ол тұтынушыларына үнемділік үшін екі үлкен бөтелкеге 5 цент төлеуді ұсынды. Ал Coca-Cola компаниясы бір бөтелкеге 12 цент алатын еді. Компанияның жаңа иесі маржаны минималды сомада ұстады. Оның көздегені кәсіпорынның шығындарын орын толтыру болатын. Пайда туралы ой тіптен де болмаған еді. Бұл жомарт акция сатып алушылардың қалтасына салмақ болмады. Есесіне, сатылмаған бөтелкелер мен миллиондаған шығындардың арқасында коланы лайықты нокаутқа жіберді. Бұл жерде Pepsi сусыны Coca-Cola'ның замандасы деп айтса болады. Ол Coca-Cola нарыққа шыққаннан кейін 12 жылдан соң пайда болған. Солай болса да, Pepsi батыл қаржылық қадам жасап, балалардың көңілінен шығып, басқа да табынушылар қатарын жинап үлгереді. Логотипқа келер болсақ, ол әр 10 жыл сайын өзгеріп отырды. 1898-1940 жылдар аралығында ақ фонда қызыл әріптер болды. Өзгерген жалғыз нәрсе оның шрифті еді. Алайда, екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Pepsi логотипін түбегейлі өзгертіп, ақштың туына еліктеп, толқын кейпіндегі сызықпен бөлінген қызыл көк шеңберге көшеді. Тап осы тұста Pepsi, Royal Crown және Dr. Pepper секілді танымал сусындарды басып озады. Және Coca-Cola'дан кейінгі беделді сусын болып табылады.
1963 жылы компанияның жаңа директоры ретінде Дональд Кендалл тағайындалады. Оның басшылығымен жемісі бренд үшін ауқымды болды. Осы сөздің тура мағынасында компания үшін негізін қалаған әкейден кейін екінші көрнекті тұлға болды. Кендалл Pepsi-Cola компаниясына қарапайым сауда өкілі болып жұмысқа орналасып, ондаған жылдар бойы табанды еңбек етіп, 1956 жылы маркетинг бойынша вице-президент атағына дейін көтеріледі. ақш пен КСР арасындағы қырғи қабақ соғыс жылдары өзін езген жұмысшылардың зауытында еңбек ету мүмкін емес еді. Бірақ Дональд Кендалл басқаша қылық көрсетті. 1959 жылы Мәскеудегі америкалық ұлттық көрмеде аңыздар жүрді. Оның идеялық шабыттандырушы, кеңес замандағы адамдарды америкалық өмір сүру салтына өңдеуші президенттің өзі Дуайт Эйзенхауэр болды. Айта кету керек, бұл америкалықтардың қолынан келді. Америка жайлы жүздеген журналдар мен брошюралар, кітаптар алғашқы күні-ақ сатылып кетті. Соңғы дананы шегемен тесуге тура келді. Бірақ кеңес адамдарын бұл тоқтатпады. Кеңес адамдары америкалық тәттілерден дәм татып, түрлі картиналармен танысып жатқанда, америкалық конгрессмен Никита Хрущевпен тіл табысуға тырысты. Оның және америкалық үкіметтің арқасындағы қарым-қатынас онша емес болатын. Басшылардың әңгімесі барысында Кендалл ебін тауып, кеңес жетекшісіне бір шыны Pepsi ұсынып үлгереді. Оны Хрущев еш секемсіз ішіп қояды. Одан бөлек, бірнеше күн бұрын қатардағы кеңес азаматтары да дәм көрген болатын. Нәтижесінде 3 миллион шыны Pepsi ішілген екен. 70-ші жылдары ақш пен КСР серіктестік жайлы келісімге келеді. Олардың келісімінің нәтижесінде Pepsi ресми түрде ақштағы столичная арақ дистрибьютері болып табылады. Ал КСР өз елінде Pepsi сусынын сатуды бастайды. 1974 жылы Pepsi кеңес адамдарының танымал газды сусынмен таныстырып, батыл және сенімді түрде КСР-ның терезесінен еркін енеді. Тіпті Никита Хрущевтің өзі брендтің бет айнасы болды. Сол кездегі жарнама сөз тіркесі «Көпшіл бол, Pepsi іш» ұранымен болды. Және КОКП-ОК бірінші хатшысының суреті көпшіл болуға шақырған Хрущевтің қолтаңбасы дүниежүзілік баққа бірден тарады. Бұған дейін қарапайым кеңес адамдары бұл ғажайып сусын туралы тек естіп жүретін. Ал ол дүкен сөрелерінде пайда болғанда бір мезетте сатылып кетті. Содан кейін компания жергілікті өндірушілерді ығыстырып, нарықта берік орнады. Pepsi сөзі ерекше естілді. Кез келген кеңес заманындағы балақай немесе үлкен адамның өзі Pepsi'ді танитын еді. Дональд Кендаллдың еңбегі елеусіз қалмай, біраз уақыт өткеннен кейін ол компанияны басқарады. Мәскеуде орнатылған іскерлік байланыстар 70-ші жылдардың басында кеңес одағына Pepsi'ді сатудағы монополиялық құқықтарға қол жеткізді. Бұл Coca-Cola'ның кіруіне тыйым болды. Бұл бәсекелес үшін екінші алған соққыдай еді. Батыста бұндай келісімге қол қою тың жаңалық саналды. Нью-Йорк Таймс басылымы бұл газды сусын кеңес одағындағы алғашқы қолжетімді капиталистік өнім болды деп жазады. Расында, бұл жерде бір мәселе бар еді. Рубль халықаралық төлем ақшасы болмағандықтан Pepsi үшін бірдеңемен есептесу керек болды. Келісімшарт аяқталуға жақын. 1989 жылы КСР-да Pepsi-Cola'ны өндіретін 20-дан астам кәсіпорын болды. Алайда, америкалықтарды газды сусынға концентрант ретінде арақты ұсыну көңілдерінен шықпай, КСР үкіметіне қарумен төлем жасауға тура келеді. Бұған компания сөзсіз келісті. Сол уақытта КСР-ны басқарған Горбачев америкалықтармен дауласпай, бұрынғы келісімді қайта қарады. Бас хатшының қойған бір ғана қолымен Pepsi компаниясы 17 сүңгіру қайықтың, бір крейсер және бір фрегаттың иесі болды. Сатылған суасты қайықтары дизельді болды. Крейсер 58-ші жобаға тиесілі болса, фрегат 31-ші жобаға эсминец болып шықты. Осылайша,
қаншалықты күлкілі естілсе де, бір ғана Пепси келісімі әскери қуатты жөнінен дүние жүзіндегі 6-шы флотқа ие болды. Бір күні Кендалл президенттің ұлттық қауіпсіздік туралы кеңесшісімен Пепсидің төлемін кеңес қару-жарағымен төлем жасау жөнінде сөйлесіп отырып, біз КСРОны сендерден бұрын талқандаймыз деп әзілдеді. 70-ші жылдардың соңында Пепси компаниясы әлемдегі ірі компаниялардың қатарынан табылады. 1980 жылы компания Олимпиада ойындарының ресми тұлғасына айналып, басты демеушісі болды. Осы шақта КСРО аймағындағы кәсіпорынның жылдық табысы 180 миллионнан кем болмады. Компания үшін 1988 жылдың 17-21 мамыр аралығында уайымға толы әрі маңызды саналды. Осы күндер аралығында кеңес теледидарларында алғаш рет 4 бейне клиптен тұратын жарнама көрсетілді. Оның екеуінде бас кейіпкер ретінде миллиондаған көрерменнің сүйіктісі Майкл Джексон болды. Белгілі болғандай, әлемде жетістіктің иемдеп алатын құрамы жоқ. Бірақ әлі де жарнаманың негізгі құрамдас бөліктерін бөліп көрсетуге болады. 1960 жылдардың өзінде Pepsi Baby Dior агентімен серіктестікті бастаған еді. Және қателеспеді. Кез келген жарнама бейнеролигында Pepsi жай ғана су мен сироптан тұратын сусын ғана емес, ол өмір сүру салты, ол көңіл күй деп сипатталды. 70-ші жылдары Pepsi көпшілікке жарнамалық үндеу тастайды. Нәтижесінде 5 жағдайдың 3-інде адамдар Coca-Cola'ны емес, Pepsi'ді таңдайтындары анықталды. Бұл көрсеткіш қарсыласының шамына тиіп, Coca-Cola құрамын өзгертіп, қантты көбірек қоса бастайды. Мұндай үлкен қадам компаниядағы барлық топ менеджерлердің жұмыстан шығуына әкеліп, сусынның бастапқы құрамын қайтаруға әкеледі. Бірақ бұл жарнамалық соғыстың басы ғана болатын. 1984 жылы кәсіпорынның басшылығына Уэйн Каллоуэй келеді. Оның жұмысының нәтижесінде кәсіпорын жарнамасына әлемнің ең үздік ондығына енген танымал жұлдыздардың қатысуы болды. Осы шақта Pepsi компаниясының айнасы ретінде жастардың сүйіктілері Мадонна, Майкл Джексон, баскетбол жұлдызы Шакил О'Нил, Бритни Спирс, тіпті қоғамның сүйіктісіне айналған және футбол әлемінің биік тұлғасы Дэвид Бекхэм де бар еді. Жарнамалық бюджетке келетін болсақ, PepsiCo компаниясында барлық рекордтар бар. Мысалы, Бритни Спирстің бейнеролигі бірнеше миллион долларға жетіп, тарихта ең қымбат болып қалды. Pepsi'ді дәріптеген жұлдыздар тізімін кешке дейін санауға болады. Pepsi өзін кино саласында да жариялады. Кәсіпорын сусынды еске салу үшін алғашқылардың бірі болып Терминатор 2, Судный день, Игла, Каникулы в Простоквашино, Перехват, Назад в будущее секілді фильмдер мен мультфильмдерде де көзге көрінбейтін жарнама жасады. Соның арқасында кәсіпорын бүкіл әлемге жарнама тек өнімді жылжытатын құрал ғана емес, ерекше қайталанбас өнер екенін анық дәлелдеді. Әлбетте, PepsiCo әдеттегі түсініктегі Pepsi-Cola ғана емес, бұл ұзын сонар тауарлар тізімі. Ең көп сұранысқа ие Pepsi Generations. Бұл сусынның 1940 жылдардан бастап, 2000 жылдардың басына дейінгі дизайны бар классикалық түрі. Pepsi Light, Pepsi Max, Pepsi Gold, Pepsi Cherry және басқа да түрлері әр жылдары нарыққа шығарылды. Мысалы, Жапонияда PepsiCo'ның серіктесі Suntory компаниясы болды. Ол шектеулі түрде аталған сусынды мұзды қияр, тұздалған қарбыз, кілегей мен құлпынай, даршын, корица секілді алуан түрлі дәммен шығарды. Қазіргі таңда кәсіпорынды үндіден шыққан америкалық кәсіпкер Индра Нуи басқарады. Оны өз тобына өз ісін жетік білетін топ менеджер, әріптес, достарын жинаған білікті стратег деп атайды. Оның басшылығымен кәсіпорын тамақ өнімдері мен сусындар түрін кеңейтті. Заманауи PepsiCo кәсіпорыны алкогольсіз газды сусындар, сүт өнімдері, жеңіл тағамдар, сусындар, тіпті балалар тамағын өндіруші ретінде таныс. Азық-түлік пен сусын дағдарыс кезінде де маңызды заттар қатарында екені анық. Брендтің тізімі жыл сайын өсуде.
Бұған қоса кәсіпорын акциясының бағасы мен кірісі де ұлғаюда. PepsiCo компаниясы әрбір елге байланысты көптеген тауар белгілерін иеленді. Оның көбісін сіз PepsiCo кәсіпорнына тиесілі екенін білмей қолданып жүрсіз. 2010 жылы корпорацияның кірісі $45 миллиард жетті. Ал 2012 жылы кәсіпорындардың Forbes шығарған рейтингісі бойынша PepsiCo 58-ші орынды алады. Pepsi мен Coca-Cola арасындағы бақталастық 100 жылға созылған. Сонда да Coca-Cola бірінші орынды бермей келеді. Алайда Pepsi'ді маркетологтары алғашқы орынға шығуға әлі де үмітті. Жалпы айтқанда, Pepsi бұл жай ғана кәсіпорын ғана емес, ол тарих, ол үлгі. Бір ғана өнімді шығарып, оған жылдар бойы тәжірибе жинақтап, біліктілігінді қосып, нарыққа шығаруға болатындығының үлгісі. Ал негізін қалаушы әкеге келер болсақ, оның Pepsi'ден кейінгі өміріне аздап көз жүгіртуге болады. Бизнестен шыққаннан кейін Калеб Шринерс парамасондық қоғамына қосылып, храмдардың бірінде қызметші болды. Сонымен қатар банк қызметкері және мемлекеттік темір жолдың құрметті президенті болып жұмыс істеді. Әскери теңіз күштерінде 25 жыл қызмет етті және контр-адмирал ретінде зейнетке шықты. Сондай-ақ бұрынғы дәріханашы мен өнертапқышты өзі үнемі қолданған фармацевтика мектебі де қызықтырды. Ол үздік студенттерді Брэдхэм сыйлығымен жыл сайын өмірінің соңына дейін марапаттап отырды. Бүгінде мамандар Калебті дұрыс емес 10 жылдықта тап келген заманауи бизнес болды деп бағалауда. Ол өзі заманнан 3-1 ғасыр бұрын ерте жүрді. Құдды бір қисынсыз уақыт онымен ойнаған секілді-ақ. Қалай болса да, ол өткеннің еншісіндегі оқиға. Осылай достар, шағын ғана солтүстік Каролина қалашығында басталған бұл сусын 120 жыл өткенде тұтас әлемге танылған брендке саясат алаңындағы салмақты ойыншыға айналды. Үлкен істер батылдықпен басталатынына тағы бір анық дәлел. Достар, сіздерге осы сұрақты қоюдың реті келген сияқты. Таңдауларыңыз Pepsi ма, әлде Coca-Cola ма? Өз пікірлеріңізді төменде қалдырыңыздар. Және видеоны бағалауды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ біздің арнамызда қандай тақырыпта видеолар көргілеріңіз келетін жаза кетіңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Подписаться løпілін басып, Қазақ YouTube арнасын қолдай жүрейік.